Кореяға келу стоит болды осыдан бір 10 жыл бұрын, 5 жыл бұрын, иә. Ал дәл қазір Кореяға келу менің ойымша дұрыс шешім болмайды. Себебі уже бұл жақта қазақтар да басқа ұлттар да өте көп Кореядашы. Содан кейін ол қазақтар көбісі, қазақтар ғана емес, қырғыздар, өзбектер бәрі көп жетеді. Сосын олар құр жүрмей енді қанша жыл жүрген қазақтар бар, иә, мысалы өзіміздікілерді айтайықшы, мысалы олар барлығы орнығып алған уже. Мысалы Кореядан авто жіберу саласына кіріп кеткен қаншама қазақ бар, әрине байса қазақ байсын, бірақ бұл жақта нормальный ақша табатын жерлердің бәрін уже бар ғой, барлық ұлттар кіріп ұстайтын жердің бәрін ұстап алған қазір бар ғой, бүйтіп кіріп захват жасап алған барлық жерлерді ше. И дәл қазір сен келетін болсаң, сен не Қазақстанда отырсың ғой қазір, мысалы 200 мың теңге зарплата алып, и ана видеоларды көресің, мәссаған 1,5 миллион деп жатыр айына теңгемен деп сөйтіп ойлап отырсың ғой, иә. Сен кішкене ойлан, пожалуйста. Өйткені қазір мысалы біз 2 жыл болды ғой осы Кореяда жүргенімізге, қаншама қала көрдік, қаншама адам көрдік, қаншама қазақ көрдік. Менің түйгенім не? Бұл жақта уже делать нечего, реально. Бұл жақта выживание ғой, былайша айтқанда бар ғой. Мысалы бір қалаға бардың, ол қалада жұмыс істеп жатсың, иә. Ол қаладағы жұмыс таусылып қалуы мүмкін, иә. Сен істеп жатқан завод жабылып қалуы мүмкін. Или просто саған ол заводтағы нагрузка болмайды, мысалы, иә. Өте жоғарғы нагрузка болуы мүмкін, сенің белің шыдамай, бірдеңе. Денсаулық, адам деген ол ет пен сүйектен жаралған, ұмытпайық. Сол себепті де мысалы, кейбіреулер айтуы мүмкін, ой, Кореяға кіріп алсаң болды, жұмыс істеген былай деп айтатындар жетеді, бірақ не үшін көбісі менің тиктогыма кірсеңдер, астында жұмыс бар ма дегендер қаншама, өзім жекеме келіп жатқан сұрақтар, жаңағы хаттар қаншама, иә, қай қаладансыз, жаныңызда жұмыс бар ма деген қазақтар қаншама. Просто сол нәрсені анализ жасамайсыздар да, ана жақта отырған, Қазақстанда отырғанына сенші. Ойланшы, не үшін олай болып жатыр? Бір қалаға барып, жаңағыдай бір жерге жұмысқа тұрасың, шектанға жұмысқа тұрасың. Басында сенің опытың болмайды, саған аз төлейді. Потом бірақ көтеріп берем дейді. Сонымен ол жерде коллектив жақпай қалуы мүмкін. Или сен тіл білмегендіктен сені қатты жемелеп жіберуі мүмкін ол жерде. Қысым көрсетуі мүмкін. Или ол жерде ауыр көтере бергендіктен, мысалы қыз бала болсаң, белің ауыруы мүмкін. На ногах тоже қиын, өте ыдыс-аяқ жуатын жұмыстарда істейді көбінесе қыздарымыз. Ол да мысалға кейбір қыздардың полиартриті болуы